Атым Жеңіс, фамилиям Сәдуақасов. Қызылорда облысы Қазалы ауданы Басқарап поселкесінде тұрамын. Осындай құлдықта болдым, 2 жыл мал бағып, ақыретті көрдім. Сұрайды, мына жоғары жақтан көмек берсе деймін, мына тергеу жүріп жатыр. Бірақ нешін нәтижесі жоқ тергеудің. Барамыз, қайтамыз, сандалып жүргенімізге 1,5 жыл болды, 1 жыл 5 ай. Әлі қаралып жатыр әйтеуір. Сонда жоғары жақтан сұрайтын көмегім осы. Көмектеріңізді берсеңіздер деймін. Сол жауабым сұрайтын. Кету арқылы мысалы ше, мен сізді қорқытсам, сіз ол бауыр етіңіз балаңыз ғой. Жоқ, ағай, тыңдаңызшы, бір сәтке тыңдаңызшы. Жоқ, менің балам. Жоқ, тыңдасаңызшы енді. Сүйегін көміп тастасам, не істейсің маған деп? Жоқ. Сен маған пластмассовый қолыңнан оқ та келмейтін әңгіме неге айтасың? Мен сені көміп тастасам не істейсің қазір ал? Тыңдасаңызшы сіз бірінші. Уверсің ба осы жерде жаралатыңа? Мен сізді тыңдадым ғой. Мені кришам кетірме. Сен білмейсің ғой мен жақсы. Жоқ, ағай, мен сізді тыңдадым. Әкең керек па? Алып кет. Мен ана 625 мыңнан шетелден әкелген малымның 30 басын төле, 17 бас пайдалымды төле. Сөйтсе әкеңді қазір алып кет маған әкең. Мен сенің әкеңді бүйтіп зорға ұстап отырмын, бүкіл өзімнің тамағымды беріп аузымдағы. Енді мен тыңдаңызшы, ағай. Мен құсап ешкім асырап жатқан жоқ сен әкеңді. Міне Құдай ақын айтамын. Тыңдаңызшы. Мен сені тыңдап жатқан жоқ. Мен саған айтуға келіп тұрмын, басқа айтып жүрмін. Тыңдасаңызшы, мен оны примерге келтіріп айтамын. Мысалы, сіз мен құтыларым мүмкін. Сен өзің басыңа өзің майың жағып, қарындас, хорошо? Сіз олай айтпаңыз. Сен өмірде жоқ кезде әке шешеңді мен 5-ке білемін, білесің ба? Мамаңды сен көрмеген шығарсың, мен білемін. 5-ке білсеңіз жарайды. Тым болмаса Алланы сыйлаңыз. Бірінші Алла деп бастадыңыз, артынан боқтадыңыз. Мысалы, сіз де маған жаңағы айтқан 3 ауыз сөзіңізге мен сізбен де жаңа заң арқылы жауап бере аламын. Менің сіздің шешемді таниды екенсіз, көзін көрген екенсіз, не себепті мен шешемнен боқтадым? Мен саған бір сұрақ қоямын, мен уақытым жоқ, мен әжемді адамдар күтіп тұр. Сен хорошо, 30 бас сиырымды төлеп бер, 17 бас байталымды төлеп бер, пожалуйста, кете бер. Тыңдасаңызшы енді. Болды. Сіз өзіңіз айтқан маған бір түйін ғана сен тыңдамайсыз. Мен сізді тыңдадым ғой, сіз де мені бір сәтке тыңдаңыз, сабырлық сақтап. Сіз неге шешеден боқтайсыз? Мысалы, мен сіздің примерге алып тұрмын. Мысалы, әкемді мүмкін сөйтіп қорқытқан шығарсыз деп. Иә, например. Мен қорқытқан жоқпын. Жоқ, жарайды, милиция қорқытқан жоқ. Мен сізге айттым ғой, келіп көрсетіңіз. Сіз сразу ашулаңыз. Шешенің бір нәрсесі. Шешен деген ол еуімді қарындас. Мен қолымда кетіп қалады надавой. Мен қолымда кетіп қалады саған жаңа сөзің үшін. Баланы сүйеуге бірдеңе деген. Жоқ, мен мысалы сөйтіп барып. Сен әкеңмен кездесе салатына 17 бас байталымды әкеп бер, әкең өзіңе құт болсын, сосын басыңа май жағып ал, сен мына жерде 2000 теңгеге жұмыс істеп жүрсің, күніңді көре алмай. Еще маған келіп сен сұрақ қоясың. Шүкір, күнімді көре алмай емес, күнімді көре алмай. Сен сияқтымен 15 асырап отырмын осы күнде. Жарайды, мен өзім аузым қолмай жетіп күнімді көре алмай дегеніңіз қатияға. Күніңді көріп, өзің жан-жағыңа 4 құбылаңды түгелдеп, хорошо? Я сөйтте әңгіме айт. Валла болмайтын бір пластмассаң. Сөйтте ана бит күйеуге шығып ал. Сөйтіп бала болсан, сөйтіп маған айт. Мен жеттім міне осы. Жарайды, мейлі. Алла қаласа оған да жетем. Оған да жетем. Жетті, не қыласың кафеде болмайтын нәрсені істеп. Кафеде емес, мен өз күнімді өзім көріп жүрмін ғой, дұрыс па? Ешкімге алақан жайып атқан жоқпын. Сізден бар мен қазір сұрап атқан жоқпын. Басқа адамнан сұрап атқан жоқпын. Сен ауылда неғып жүрсің, сен Алматыда кафеде істеп жүрген бas. Мен қайтадан Алматыға кетемін. Мен ауылға келгенде де бос жатпайын деп қайтам дегенше жұмыс жасап жатырмын. Ертең менің де басқа адам сияқты болмайтынын кімге біл. Сіздің де дәрежеңіз төмендеп, қазір қолыңызда бар нәрсенің жоқ болуы қалай мүмкін? Құдай сақтасын. Енді Алланы аузыңызға алып тұрсын, не олай айтасыз? Хорошо, маған не сұрақ? Мен сізге сұрайын дегенім, жаймен деп басын сұрайын дедім. Сұрасаң, міне, қара, 30 бас сиырды әкеп бер, 30 бас. Неге олай қызуғанды болып жатсыз? Мен жаймен деп бастадым. Өйткені, мен шетелден мал әкеліп отырып, мен қанша шығынымды қылып отырмын. А сен келіп, әшең қолды бір сілтеп қойып, менің әкеме қатын керек еді. Менің әкем 2 жыл бағып еді, мә шеше. Сен қоймайды. Сен шешең тісігейін. Сен қаңғырып келіп, маған ондай сұрақ қоя алмайсың, түсіндің ба? Мен басын ашып алайын. Басыңды бөліп тастаймын, сен маған балама қатысты сондай әңгіме айтып, түсіндің ба деймін мен саған? Жарайды, Хорошо. Ой, шешесен қоғамдық орынның адаммен қосқан. Кішкене сабырлы. Түсіндің ба деймін мен саған? Мен айтып тұрмын ғой, барлығын мен түсіну үшін келдім. Түсіне алмайсың сен, не қойды? Сен түсіну үшін ақша керек саған. Жоқ. Бір пачка ақша керек саған, түсіндің ба? Ақшасызда. Саған 10 миллион теңге ақша керек сенге сөйлесу үшін. Түсіндің ба? Сен мына жерде 2000 теңгеңді алып күніңге қарып қылып ал. Маған сұрақ қою үшін
сен маған 10 миллион теңгемен кеш, мен сенімен сөйлесем, отырамын да. Айт, қарындас, айтшы деп отырамын. Молодец деп отырамын. Мен саған қолымды көтермеймін де сол кезде, жаңағы сөзің үшін. Мына бүйтеді маған қарындасы сіңілсің да. Кішкене тедіңіз, бүйтеді. Сен ана кімнің қызысың ба? Мен Мырзағиттің қызымын. Сіз қызуқанды болып тұрсыз. Кішкене мына қыз бала да, сіз үлкенсіз, шамалы сыйлауыңыз керек мына кісіні. Сіздің де қарындастарыңыз бар, сіздің де әкеңіз, сіздің де анаңыз бар. Маған бүйтеді. Сен сұрақ түсініп біледі ол, қасында тұр ғой. Сізді біліп тұрмын, түсініп тұрмын. Сіздің шамалыңыз жоғалды, иә? Түсініп тұрмын. Бірақ шамалы бұл кісіні де түсінуге болады ғой. Бұл кісі де әкесінің. Әкеліп беріңдер, ана ақшаны. Сіз мысалы жаңа айтып тұрсыз, 10 миллион ақшамен кел, мен сол кезде сөйлесемін. Хорошо. Сонда сіздің дәрежеңіз сол ма? 10 миллион ақшамен келсе, сонда сол дәреже менің мал. Вот, сіз айтып тұрсыз, мен жаңа ойбайымды Алланың арқасында. Сен ана жаққа кіріп бара берші. Сен маған бұдан ондай сұрақты қойма, хорошо? Маған бүйтеді. Менің келіп тұрған себебім бұл жерге. Ладно, ақша, мал, тәуекел. Маған айтады, маған айтады. Бүйтеді, сен балаңды көміп тастасам, жоқ қылып жіберсем, сен қақтан қаласың дейді. Мынау сідік, жетім. Маған сондай әңгіме айтады да, сені асырап алған, Гүлнар ғой, 2 айлығында қалдың сен, подқозда, білесің ба? Енді келіп маған бүгін пластмассовый әңгімені айтып, өз қолың аузыңа өзің кеткен кезде, хорошо? Түсіндің ба деймін мен саған? Түсіндің ба деймін мен саған айтамын? Қазақшаға түсіндің ба? Қарына түсіндің ба қазақшаға? Қазақшаға түсіндің ба? Түсіндім дедім ғой. Түсіндің ба? Түсіндің ба? Қазақшаға түсіндің ба? Түсіндің ба? Түсіндім дедім ғой. Түсіндің ба? Жоғал барына. Жоғалмайын, барыңыз. Сұраңыз ана. Мен сізбен соттасам білейін. Көреміз, барлығы жазулы тұрған қалай қол көтеруге ұялмайсыз аға. Сіздің де қандасыңыз бар емес па? Сонда мен әкемнің құқығын қорғауға қақым жоқ па? Ол бейшара болып жүре бере ма сөйтіп. Ол маған жетімсің деп білесің ба? Мен оның бәрін сотқа беремін. Ол мен шешемнен боқтады. Көрде жұттан шешемнен боқтады ғой ол мені. Мынау батыр